Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздердің алдағы тақырыптарымыздың бірі автокөліктің тоқ көздері. Біздерде автокөліктерде екі тоқ көз бар. Біріншісі бізде ол аккумулятор батареялары, міне аккумулятор батареясы, және генератор. Автокөлікте екі тоқ көз бар. Енді бізде автокөлікте аккумулятор батареясы тек оталдыру үшін қажет. Сол оталдырып қозғалтқышты іске қосу жүйесінде ғана. Ары қарай автокөлік оталғаннан кейін ременді берілістер арқылы және де тағы да басқа берілістер арқылы біздер генератордан тоқ көзін аламыз. Генератор айнымалы тоқ көзін шығарады. Генератор барлық автокөліктің жарықтандыру, дабылдау, электр, басқару аппараттарына тоқ көзін береді. Және де аккумулятор батареясын қуаттауға тоқ көзін береді. Енді автокөліктердің генераторларына техникалық қызмет көрсету бізде біздің жағдайымызда аккумуляторымыз, генераторымыз аккумуляторға тоқты аз беріп тұр. Және де если аккумулятор батареясын ажыратсақ, бізде автокөлік сөніп қалады. Яғни бізде генераторымыз тоқ көзін бермей тұр деген сөз. Сондықтан бүгінгі сабағымызда генераторды шешіп, оған техникалық қызмет көрсетіп, және де ақауын тауып, оны жөндеуіміз қажет. Енді бізде автокөлікте ең бірінші генератор шешу үшін оның тоқ көздеріне барып тұрған проводтарын ағытамыз, сосын генератордың өзін ағытамыз, ременнен босатамыз. Енді алда осы сабақта жасаймыз. Енді біздерге генераторды шешуіміз үшін кілт құрал керек. Енді бізде мынадай кілт құралдардың жиынтығы бар. Сосын сол жердегі генератордың болттары мен гайкілерін ағыту үшін кілттер жиынтығын таңдап аламыз. 12, 14, 10 деген кілттер жиынтығын аламыз. Сосын генераторды ағытуға кірісеміз. Ең бірінші біздер бұны генераторды проводтарын ағытамыз. Генератордың өзін шешпес бұрын мынадай проводтарын ағытамыз. Бұл жерде өзі 2 проводпен, 3 проводпен, енді генератордың әртүрлілігіне байланысты болады. Плюс және минус. Және де өздеріңіз білесіздер, автокөлікте барлық тоқ жүйелері тек қана бір проводпен ғана жүреді. Ол бізде плюс проводтары. Қалған минус проводтары автокөліктің кузовында жүреді. Біздер міне автокөлікті тоқ көзін ажыраттық тоқтардан. Енді ары қарай генератордың өзін шешеміз. Ол үшін біздер бірінші ременді босатамыз. Тартылып тұрған, содан кейін ары қарай генератордың өзін аламыз. Міне генератордың барлық болттарын ағытып болдық. Енді міне ременді шешеміз. Содан кейін генератордың өзін аламыз. Енді мына генераторымыз біздің негізгі ротордан, статордан тұрады, және сыртқы корпусынан тұрады. Енді өздеріңіз білетіндей, мынау алдыңғы корпус, мынау артқы корпус, содан кейін ішінде выпрямитель бар, диодный мост, сосын реле реттегіш бар. Міне, оны реле реттегіш дейміз біздер. Бұлай негізі жалпы халықтың арасында, жүргізушілердің арасында генератордың щеткасы атанып кеткен.
Енді бұл жерде бізде не үшін генераторымыз зарядка бермей тұр? Енді жалпы генератордың техникалық қызмет көрсету барысында мысалы мына роторды, статорды қарауымыз керек. Если генераторда мына статорда айналуында дыбыс болса, значит ондағы біздерде подшипниктеріміз кеткен. Сондықтан бізде қазір біздің генераторымыздың айналуында ешқандай да дыбыс жоқ. Ол дегеніміз біздің подшипниктеріміздің майлануы жақсы. Енді не үшін тоқ көзін бермей тұр или аз беріп тұр, аккумулятор батареясын неге зарядтамай тұрған? Енді ең бірінші біздер мына щетканы шешу арқылы аламыз. Щетканы шешіп бірінші тексеріп көреміз. Енді бұл жерде біздер кілтпен міне осылай 3 болтпен бекітіледі. Енді бұл жерде тағы бір ескеретін жағдай, бұл Nissan автокөлігінің реле реттегіші. Ал кейбір автокөліктерде ол әртүрлі автокөліктердің бұл щеткасы, яғни реле реттегіші әртүрлі орналасады. Біреу ішінде тұрады, біреу сыртында тұрады. Сондықтан бүгінгі мына нені алып көреміз. Міне генератордың біздер жаймендеп реле реттегішін шешеміз, яғни щеткасын мына жерден тоғынан ажыратамыз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде бізде генератордың ішінде соңында 2 мыстан жасалынған муфты бар. Сол арқылы, щетка арқылы бұл тоқты шығарады, реттейді. Міне біздердің щеткамызды көріп отырмыз, біздің жағдайымыздағы. Бұл шынымен де анығымен тозған. Мұндай жағдайда бұл алмастыруға жатады. Өздеріңіз көріп отырғандай, енді біздерде осыны алмастыратын басқа жаңасын аламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мынау щетканың басын графитін салыстырамыз. Енді негізі жаңа автокөлік, жаңа щетканың графиті көріп отырсыздар міне. Размері, ұзындығы қандай болу керек екен. Енді мынау уже ескісі. Яғни бұл уже автокөлікті қуаттандыруға, тоқ көзін бөлуге әлсіз деген сөз. Жаңа реле реттегішті генераторға қайтадан орнатамыз. Енді аккуратно орын-орнына түсуі керек бұл. Сосын міне реттеп реле реттегішті орнына орнатып қайтадан біздер болттармен қатайтамыз. Енді бұл жерде енді генераторлар мана әртүрлі болады деп айттық қой. Жалғыз реле реттегіш емес, бұл генераторлар жұмыс барысында неше ауа райының қолайсыздығы бар, шаң, топырақтар генератордың ішіне түседі. Осындай щеткалардың үйкелу бөлшектерінің арасында, мысалы статорларға шаң түседі, топырақ түседі. Сол кездерде генератордың жұмыс жасауы әлсірей бастайды. Подшипниктердің арасындағы айналыстан майы, яғни майлап тұратын майы, жағар майлар азаяды. Сол кездерде генератор дыбыс беріп, подшипниктері ақауланады. Сондықтан бұл генератор толық жұмыс жасап тұру үшін уақытысымен техникалық қызмет көрсетіп тұруымыз керек. Маусым аралық болсын, техникалық қызмет көрсету бірінші, екіншілердің уақытында болсын. Шешіп, подшипниктерін, сырғанау подшипниктерін майлап тұруымыз қажет. Сонда біздің генераторымыз ұзақ және тұрақты жұмыс жасайды. Біздер генератордың реле реттегішін алмастырдық. Біздерде ешқандай артық дыбыстар, дірілдер ондай болып тұрған жоқ. Яғни біздің генераторымыздың сырғанау подшипниктері дұрыс жұмыс жасап тұр деген сөз. Енді бұны қайтып автокөлікке орнатып тексереміз. Егер де біздер енді бүгін үй жағдайында отырмыз, кәсіпорындарда, автокөлік жөндеу станцияларында бұны генераторды арнайы стендтерге салып тексереді. Автокөлікке салмас бұрын түрлі стендтер бар, соларға салып тексереді.
Біздер енді генераторды өз орнына әкелдік, жаңа реле реттегішін алмастырғаннан кейін. Енді генераторды орнатқаннан кейін ременін кереміз. Енді әртүрлі автокөліктерде әртүрлі ремен керіледі. Ремен не үшін кереміз? Ол өзінің жақсы бос болса ремен, біздерден генераторға айналу моменті аз келеді. Генератор тоқ көзін аз шығарады, әлсіз шығарады. Сондықтан ременді кереміз. Біздің жағдайымыздағы автокөлікте генераторды мындай өзінің керетін болттары арқылы кереміз. Ременді керіп болғаннан кейін қайттан қатайтамыз. Енді автокөліктің генераторын салып болдық. Міне ременнің керілгенін біздер өзіміздің қолымызбен ғана көре аламыз. Өйткені бізде бұны тексеретін құрылғы жоқ, кей құрылғысы. Сосын енді автокөліктің генератор жұмыс жасап тұр ма, жұмыс жасап тұрған жоқ па, бұны автокөлікті оталдыру арқылы білеміз енді. Енді автокөлігімізді оталдырдық. Енді біздердің генератордың қанша тоқ күшін беріп тұрғанын білу үшін бізге жүктеме белгісі керек. Енді ондай үй жағдайында көбіне бола бермейді үйлерде. Сондықтан техникалық қызмет көрсету станциясына барып тоқ беруін бермеуін тексерудің алдында үйден генератордың тоқ көзін шығарып тұрған, шығарып тұрмаған қарапайым ғана үйден енді бұрыннан қалған метод аккумулятордың минус клеммасын ағытып тексере аламыз. Біздер де минус клеммасын аккумуляторын ағытамыз. Ол кезде автокөлігіміз оталып тұрса, яғни бізде генераторымыз тоқ көзін шығарып тұр деген сөзді береді, мағынаны береді. Өзі қайтып жалғаймыз. Енді бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгін біздерде тоқ көздері, оның ішінде генератордың тоқ көзін шығаруы жайлы болды. Біздерде енді автокөлік бізде ең бірінші тоқ көзін шығармай тұрды. Генераторымыз тоқ көзін бермей тұр. Яғни біздер генераторды шештік, ақауын таптық, сосын оны реле реттегішін алмастырдық. Қайтып автокөлікке қойып генераторымыздың жұмыс жасап тұрғандығын анықтап орнына генераторды орнаттық. Енді сабағымыздың мақсаты бүгінгі генератордың ақауын табу болды, және оны жөндеу болды. Енді біздер оны жөндедік, техникалық қызмет көрсетуден өткіздік деп ойлаймын. Енді генератор дегеніміз өзі бағана айтылды ғой, енді механикалық энергияны электр энергиясына айналдырып беретін. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Жұмыс аяқталғаннан кейін біздерде пайдаланған кілт құралдарымызды келесі пайдалануға тазалап, орнына сақтап қоюымыз керек. Бұл жабдықтарды, кілт құралдарды орындарына қоюымыз керек жинап. Енді бұл генераторды жөндеу барысында, автокөліктің кез келген жөндеу барысында біздер қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауымыз керек. Ең бірінші біздерге қауіпсіздік ережелері қатты қажет. Сондықтан жұмыс барысында қолдарыңызды кілттердің сынық емесін, ақауы жоқ кілттерді пайдаланғанымыз дұрыс.